танымға беріліп чаттарда біздің Инстаграм парақшамызда да жүрді. Келетін адамдар келе жатар. Жүйімізді баса берейік. Анау неше түрлі бір айдай болды, бір апта болды, неше түрлі чаттар сұрап тұруға келіңіздер қойыңыздар деп айттыңыздар ғой. Өздері келген жоқ, бәрі WhatsApp-та, чаттарда ғана активныйда мынандай жерде белсенділік танытпайды. Енді мені білетін шығарсыздар, аудан әкімі Жүнісбек Жанат Төлегенұлы бүгінгі жиынға осы сіздерге қатысты ауылдың тыныс-тіршілігіне қатысты бүткіл бөлімдерім, мекемелердің бәрі отыр. Танысып келіп пе, келе жоқ па? Танысып жүрмін бе? Танымай жаздарыңыз. Тоғжанов Дәурен Бақтырұлы, ауыл шаруашылық, жер қатынастары, кәсіпкерлік, құрылыс саласына жауапты орынбасарым Бақтыкелді Бақытжанұлы, әкімнің аппарат басшысы Мөлдір Ғабитқызы, экономика және қаржы бөлім басшысы Ғалым Әлтібекұлы, ауылдың әкімі осы Сарыжек ауылының әкімі Асқар Оңғарұлы. Ана біраздар чаттарда сұрақ қойдыңыздар ғой, неге сізді не үшін сайладық, ауданның әкімі неге ана Асқар Оңғарұлы шыға береді, неге сіз жауап бермейсіздер? Бізде енді Сарыжектен басқа менде 14 ауылдық округ бар, бәрі қосқанда 15-63 ауыл бар Сарыжектен басқа. Мен каждый ауылға, каждый округта жүгіріп жүретін болсам, уақытым жетпейді десең. Сол себептен әр ауылдың әкімі Асқар Оңғарұлы. Осы ауылдың тұрғындарының мұң-мұқтажын шешетін осы кісі. Сосын осы ауыл тұрғындары мен аудан әкімі орынбасарының арасындағы алтын көпір осы кісі, ауыл әкімі. Ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, автомобиль жолдар және жолаушылар көлігінің басшысы Ербол Серікұлы, өзіміздің орталық аурухананың бас дәрігері Жанат Нарманқызы, ішкі саясат, мәдениет, тілді дамыту бөлім басшысы Гүлмира Дүйсенбекқызы, Совет дейміз ғой, әлеуметтік бөлім басшысы Қайрат Сманұлы, білім бөлімі басшысы отпускіде еңбек демалысында Сабира Сағатханқызы, өзіміздің ақсақалдар алқасының төрағасы Бөкен Қабиұлы, өзіміздің қоғамдық кеңестің төрағасы Жақан Ноғайбайұлы, Руслан Көлбайұлы, басшы сапарға кетіп қалды, орынбасар келіп отыр, бірінші орынбасар. Міне осындай ауылдың тыныс-тіршілігіне қажетті қызметтердің бәрі келіп отыр. Енді мәселемізді басайтын болсақ, істеліп жатқан, істелетін жұмыстар. Мына Сарыжек ауылының кәріз жүйесінің мәселесі неше жылдан бері көтеріліп жатыр. Әсіресе көп қабатты тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттар, аурухана, мектептерде бұл мәселе күрделі болып отыр. Қазір 60 миллионға жобалық-сметалық құжаттамасы жасалып жатыр. Осы жылы аяқтап экспертизаны өткізіп сараптамадан болашақ жылдарда құрылыс монтаж жұмыстарына қаражат сұрайтын боламыз. Сол қаражат бөлінген жағдайда кәріз жүйесінде құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Трассаларды жасаған, сол трассаларды қайта жаңартып, врезка жасап, кәріз жүйесін іске қосатын боламыз. Тағы Сарыжек ауылында көтеріп жатқан мәселе ішкі көшелердің тазалығы бойынша. Енді өздеріңіз белгілі қаншама үндеу жасап жатырмыз. Ауыл тұрғындарының тарапынан аулаларын тазалау, көше тазалықтар, прилегающий территориялар бар ғой, үйден жолға дейін, ол ауыл тұрғындары өзі тазалауға міндетті. Көгалдандыру заңы бойынша. Бірақ өкінішке орай санаулы үйлер ғана ондай жұмысты атқарып жатыр. Қалғандар есік алаңдары шөп өсіп кеткен, қурай болып кеткен,
немесе жаңағы құрылыс немесе басқа да қоқыстармен толып отыр. Оны мына полиция бөлімі ауылдың әкімімен жүріп штрафтарын салатса да әлі бұл жұмысты қолға алып жатқан жоқ. Үстіндегі костюмдарын шешіп, көшеде қолдарына тырма, күрек, спортқа алып, көше тазалап жүр. Көшені де, біздің паркті де, аллеяны. Өкінішке орай, тазалық бойынша біздің ауыл аудан бойынша төменгі деңгейде тұр. Енді осыны қадырына отырып, осы ауыл тұрғындардан сұраймын, өздеріңіздің көшені біз тазалаймыз, бірақ енді өздеріңіздің үйінің жанындағы аулаға көше мен ауланың ортасындағы арақашықтықты тазалауларыңызды сұраймыз. Бізде ресми 3-4 жыл болды қызмет атқарып жатыр. Ақтоғай Ресайнинг деген жауапкершілігі серіктестігі бар. 2000 теңге бір үйден айына 4 рет қоқыс шығарып кетеді. Сол мекеменің де келісімшартқа отырып, қоқыстарды шығарсаңыздар болады. Одан бөлек үйіңізде жиналған күлдің басқа да қоқыстарды мәшинелерге тиеп, жүк мәшинелеріне. Өзінің бағасы бар, газельге де, газпротри, камаздарға да белгіленіп қойған. Бағасы ондай қымбат емес, апарып төксеңіз болады. Бірақ енді мен бұл жерде бір таңғаларым, Асқар Оңғарұлы. Білесіз ғой, военкомат жатса мысалы бір үй бар, қайта бүткіл мусорын далаға шығарып қойып, штраф сала береміз, апта сайын, аптасына кейде 2 рет саламыз. Соның өзінде доғырға отырып мусорды полигонға шығарудің орнына штраф төлеген жеңіл ғой деймін. Сала береміз, салам бір адамға қанша. Соның өзінде мусорын шығармайды. Штраф төлеп қойды, отырады. Штрафтар арзан емес, 5 мрп-дан басталады да, 10 мрп, 30-ға шейін қалды қазір. Соның өзінде принципі сондай ма, мен мусор шығармаймын дейтін. Штраф алған жеңіл шығар, білмеймін. Штраф салып жатырмыз, бірақ мусор шығармаймын. Оны өзімізде арладық, менің орынбасарым да ауылдың әкімінде жүріп, үйді аула-ауланы аралап, бәріне ескертіп, келісімшартқа отырғызып жүрдік, бірақ соның өзінде мына тазалық мәселесі әлі бізде төмен деңгейде жұмыс атқарылып жатыр. Сарыөзек ауылының суын жүргізіп отырдық. Сол су жүргізуіне байланысты көше жолдарын жасау біраз қаралмай кетті. Енді қуантар жағдай бар. Биыл Сарыөзектің біраз көшелерін ремонттаймыз. Міне жұмыстар басталу үстінде. Енді өзекті мәселе отыр. Енді қазір бәріңіз білесіздер, Алматыдан кіріп, Талдықорғанға шығатын жақ бар ғой, Гель-Сокап жақ, Береке магазин. Кальцийомыз өзі қандай шұңқыр болып кеткен. Міне Қазавтожол ұлттық компаниясы тендер ойнатып, Қазақстанда 4 мердігер қатысып жатыр. Жаңа тендерға қорытынды шығару жұмыстары аяқталып қалды. Сарыөзек деген стелламыз бар, содан бастап Кальцийоны айналдырып, Талдықорғанға шығатын жаққа Қазавтожол бізге асфальтымызды жасап береді. Жаңа кіргеннен бастап Сарыөзектен Талдықорғанға шыққанына Кальцийоны айналдыра көше жарым қойып береді. Сөйтіп ол шығып кетеді. Одан бастап бізде де тоже рәсімдер аяқталып қалды. Қазір 3 мердігер қатысып отыр. Сол Кальцийодан бастаймыз да, былтыр өздеріңіз білесіздер, Қонайдың қиылмасында 0 басылады. Сол жерден бастап арғатай Қазавтожол жұмыс жасаған асфальт 3 километрге. Сол асфальт сол жасағанға шейін 49-ның үстіне келеміз. Светофорын біздің ЖКХ бөлімі міне қазір қоқысын жариялап, қорытындысын күтіп отыр. Шыққан бетте біз ауыстырамыз. Етті бір 10-15 күн ішінде уже құрылыс жұмыстары басталып, орталық Момышұлы, Жібек жолы көшелерін толық орташа жөндеумен жасайтын боламыз. Еще трассаны жолды кеңейтеміз, 7 метр алдырамыз жолдың жиегін. Сонымен қатар біраз тротуарларын қойып, кетіп қалған тротуарларды орнына келтіреміз қалпына. Сосын үшінші тағы айтып беретін, мектеп, Айсана балабақшасы, өнер мектебіне баратын жолдар хан магазинінің алдынан өткен кезде түсіп кеткен. Жол жоқ, былай айтқанда практически. Вот сол светофордан бастаймыз да, күрмелі өте береді. Сол жақтың айналасын бәрін орталық библиотекаға шейін, кітапханаға дейін. Оны да орташа жөндеумен жол жасап береміз. Кеткен тротуарларын да бастан жетіп. Содан бері уже 4 жылдай болды. Қамал Батыр көшесінің тұрғындары жол сұрап жүр.
Вот онда элеватордан кіретін Қабан Батыр көшесіне. Сол жақтан бастаймыз да, ана военкоматқа түседі, Шоқан көшесі келіп тіреледі. Сол Шоқан көшесі тірелетін аймаққа орташа жөндеумен асфальт жұмыстарын жасап береміз толығымен. Осындай 4 бағытта биыл көше жолдарын жүргізу жоспарланып отыр. Қаржы бар. 2018 жылдан бастап 19-20 жылдары Сазөтте газ құбырға тартылған 169 газға қосылмай көшелер қалып қалған. Барлық көшелерде, Шоқан көшелерінде де бар. Біраз көшелер кірмей кеткен газға. 169 негізі біз шығарғанбыз, бірақ қазір одан да көп шықты. Өзіңіз көріп отырсақ, Инстаграмда да, чатта да салып жатырмыз. Осылай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Егер қалып қалған көшелеріңіз, үйлеріңіз болса, көшелеріңізді алды ЖКХ бөлімінен немесе ауыл әкіміне хабарласыңыздар деп беріп жатырмыз. Берілген адамдардың ұсынысына қарай сол көшелерге де газ құбырын тартып жатырмыз. Енді бұны да пайдаланып, сол газды егер тағы да көрмей қалған көшелер болса, айтсаңыздар болады, міндетті түрде ол жерге де газ құбырларын тартып береміз. Кітапхананы білесіздер, олда сұрақ көтерілген болатын 24 жылдары. Кітапхана биыл міне бір айдың төңірегінде 30 шілдеге дейін толығымен кітапхана құрылысы аяқталады. Енді өздеріңіз білесіздер, Саржөктің бұрынғы ата-бабаларымыз заманнан келе жатқан мәселесі ол ауыз су мәселесі. Енді қазіргі таңда бізде өзі былай айтқанда финишқа жетіп келе жатырмыз. 98 жобаланған 98 көшенің 98 шақырымның 40 шақырымына қазіргі таңда уже су бердік жаңа трассаға. Неше күн бойы бір айдан астам уақыт өздеріңізге айтып жатырмыз, жаңа трассаға қосылыңыздар деп. Бұл орайда небір алып қашпа сөздер жүріп жатты. Оны водоканал міндетті, оны ЖКХ міндетті, өкімет міндетті, ешкім міндетті емес. Мен аудан әкімінің ғимаратында, аудан әкімінің ақтөбе залына шақырдым. Біраз кісілер келген, біраз түсіндірме жұмыстар жүргізгенбіз. Қазір де қайталап айтам, біздің міндетіміз орталық көшелердегі құдықтарға әкеп береміз. Ал құдықтан бастап абоненттер үйлеріне өздері тартады. Ресми түрде қазір 2 компания қызмет атқарып жатыр, осы неге су қосу құбырын қосуға. Өткен жиналыста да айтқан, қатпаған заң жоқ, осы екеуіне абонентпен не тартыңдар деп су. Өзіңізде тартсаңыздар болады. Қаладан, Алматыдан ба, Астанадан ба, Талдықорғаннан да компания алып келіп, оларға тартсаңыздар болады. Немесе өздеріңізде бригада құрып, өздеріңіз сонда жұмысты атқарсаңыздар да болады. Бірақ бұл жерде ең басты міндет ол бірақ водоканалдан техникалық шарт алу керек. Водоканалдан техникалық шарт алмаса, судың водомер дейді ғой, счетчиктер, солар ғана тегін, қалған задвижкалары бар, крандары бар, тартатын трубаларыңыз бар, оның бәрі өздеріңіз туристерді, мердігер компанияға тартасыз. Жоқ, тартамайым, жағдайым жоқ десе, қолмен өздеріңіз қазып, өздеріңізді тартуға болады, оған кедергі жоқ. Бірақ водоканалдан техникалық шарт алу керек. Техникалық шарт алу ол тегін. Ойлап жүрмеңіздер, водоканалға бар, ол техникалық шарт аламыз, техникалық шарт алған ол платный. Платный емес, ол бесплатный береді. Болады ма айтуға? Қазір мен айтпайын, сосын айтасыздар. Тоқтан сұрақ беруге көшеміз, сол кезде айтамын. Сол себептен ондай алып қашпа сөз керек жоқ. Бір ауыздан қосылуымыз керек. Қазір таңда 57 ма уже қанша болды абонент? Сол где-то 57 шамамен абоненттер жаңа трассаға қосылып, үйлеріне суды тартып жатыр жаңа трассаға. Мына 1 шілдеде біздің резервуардың шамасы жетпейді 2 трассаға бірдей су ұстап тұруға. Өздеріңіз білесіздер, біздің ескі трасса қалай болса жасалып кеткен, бір траншеяның ішінде 3-4 жақтан келетін трубалар жатыр. Одан бөлек 4 кезең болған, 4 кезеңінде қалай болса жасалған, бір жерде сапалы құбырлар бар, бір жерде сапасыз. Көбінесе ескі құбырлар, стальной темір, олар жарылып жатыр, шығып кеткен.
ана елдерде тұра берсе дейді. Жоқ, олай болмайды. Өйткені қазір біз жаңа құбыр болған давление көтеріледі. Давление ескі трасса ол давление көтере алмай жарыла береді. Қайта ол жарылу жұмыстарын біз жасап жүрмейміз. Трассаны, ескі трассаны өшіріп тастаймыз. Бұл бірінші кезеңде мына темір жолдың арғы беті, базар жақ, астыңғы базар, үстіңгі базар, астыңғы базар, жоғарғы базар бәрі жаңа трассада, мына темір жолдың ар жағындағы көшелердің бәрі жаңа трассада сумен отыр. Біріншіден бастап өшіреміз сол жақтан Қарабақтың резервуарына қосылып отқан ескі трассаны. Бәріңіз жаңа трассаға қосылу керексіздер. Қосылмасаңыздар сусыз қаласыздар. Водовозды да жібермейміз. Өйткені кінә өздеріңіздің трассаға қосылмағандықтан. Сол себептен ауыз суларыңыз толыққанды бесперебойно дейді ғой, өшпей отырады. Прорыв деген сөз естімейсіздер. Сол себептен жаңа трассаға қосылыңыздар. Темір жолдың ар жақ бетіндегі больницаға қаратай отырған көшелер. Одан бастап бірінші қыркүйекке дейін бүткіл Саржөкті 100% жаңа трассаның суымен қамтимыз. Бірақ оны күтпей қалған көшелерде жаңа трассаға қосыла беру керек. Немесе мердігер компания оны қосып бермейді. Оны өзіміз қосамыз. Енді міне осындай Саржөк бойынша сұрақтар былтырда алдыңғы жылдар қойылған болатын. Осындай нақты жасалатқан жұмыстар осындай болып отыр. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, тыңдап жауап беруге дайынбыз. Саят мырзаға сұрақ. Саят мырза. Барған елдің бәрі айтып жатыр. Келісім шарт ақша деп жатыр. Тегін емес қой, рас қой. Бұл жерде былай қараңыздар. Айтатын, бізде көбісі қазір Саржөк ауылы бойынша 11 миллион 100 мың теңге абоненттер ауыл тұрғындары водоканалға қарыз суға. Водоканал жаңа сайтқан ақша сұрап жатқан ол былай техникалық шартты, ана бұрынғы судың қарызын бермейміз, біз жаңа техникалық шарт бермейміз. 130 мың, 80 мың, 90 мың, 276 мың теңге қарыз бар адамдар бар суға, ауыз суға. Біз енді естесін, 200 теңге қарызды оған списать ете алмаймыз. Қарызын төлейді, төлеген бетте ғана новый техникалық шарт береміз. Бермесе, төлемесе, біз бермейміз тек шарт, суға қоспаймыз. Сосын бізде мынандай азаматтар бар. Білмеймін, енді бұрын бәрі айтады, өздеріңіз білесіздер, Жұмакен водоканалдың, енді мен ойлаймын, водоканалдың қызметкерлерімен келіспесе оны істей алмайды. Бұлай официально бір линия тартып алған, ауыз су ішуге ақшаны төмен төлесін, аз төлесін. Екіншіден алып, мына арт жағынан айналдырып, тағы врезка қосылып алғанда, огородына, моншасына екіншіден жіберіп қойған трасса. Ол да суға тоже төлемейді. Огородын суғарып, моншасын еще білесіздер, 2000 теңге ме, сонымен ана үйіндегі частный моншаларын беріп отыр ғой, елдерге аренда. Сондай адамдар жасап алған. Олар да бар. Солар да шулап жатыр. Мен олай болмайды. Заң бірдей счетчик қоямыз, счетчикпен жібереміз. Сосын мынандай болып отыр, біздің мойкаларымыз бар, моншаларымыз бар, ана общий общественный. Олар да сондай істеп алған. Врезкалар бар. Өткенде бір-екеуін анықтадық. Қазір штаттарын салып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, егер новостройка, пар жақта тұратын бар ма осы тұрғындар? Білесіздер, осы өткен апта, алдыңғы жетін апталарында аптасына бір-екі раза су болды, қалғанда сусыз отырдыңыздар. Еще былай болды, су болса да ақырын струямен ағып жатты, напор жоқ. Біз міне алдыңғы күні міне Саят өзі тауып алды, бір моншаға, оказывается біздің трассаға заңсыз врезка жасап алғанда өзі бұрып тастаған. Сол себептен давление бәрі соған кетіп қалды. Резервуар толып тұрады. Трассада жүрсе су бар. Фонтан арқылы, бірақ абоненттерге шықпайды, давление жоқ. Сөйтсе давление бар, ана моншаға қашып жатыр екен. Алып та ана моншаның несін бар бұрап тастап едік, су момент келе қалды. Мен өзі куә, өздеріңіз де куәсіздер. Сөйтіп жасап алған. Оларды да қазір біз анықтап, ондай өсу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кеше ғана ЖКХ-ға қаулы шығарып қол қойып бердім. Қазір ресми түрде бәріне хабарлама таратып жатыр. Мына автомойкаларды, моншалардың бәрін өшіріп жатырмыз ауыз судан. Өйткені өзі айтты ғой, ауыз су.
деп тұр. Олар ауыз сумен машина жууға болмайды, ауыз сумен моншаға су беруге болмайды. Оларда заң бойынша нормативтер бар, техникалық су қолдану керек. Оның құрылғыда бар. Мысалы 1000 кубтық құрылғы суды айналдырып тазалап тұратын. Көп емес 3,5 миллион 4 миллион тұрады. Ол жаңағындай кәсіпкерлер сіздер мен бізден арқамызда пайда тауып отыр ғой. 3 миллион 4 миллион бір жылына біраз алып қойса, біраз алды да ол енді 10 жыл срок эксплуатация. 10 жылға ол 4 миллион теңге өзін ақтап шығады оларға. Олар соның арқасында ақша тауып отыр ғой. Сөйтіп бізбен сіздің суды ұрлап, былай айтқанда, ана мойкасына, банясына жеріп отыр. 4 миллионға жаңа құрылғыны алып алса, 1000 куб суды айналдырып тұра береді. Ол ана суды ағызады, қайттан кіреді, тазалап, қайттан өздеріне су береді. Ауыз суға араласпау керек. Ауыз су ол ішуге арналған су. Келісесіздер ғой менімен? Қазір сондай жұмыстар жасап жатырмыз. Оларды былтырда өшіргенбіз, жазда, биылда қазір міне қаулы шығардық. Заңды түрде, ресми түрде олардың бәрін өшіріп тастаймыз. Тек қана ауыз суға ғана су пайдаланады. Сосын заңсыз бір-екі нелерді таптық, оларды қазір өшіріп жатырмыз. Біреусін өшіріп едік. Міне уже неше күн болды, Құдайға шүкір, алып кеткен. Өздерінің несіне, моншасына. Мысалы, бассейндер бар бізде. Суға түсіп жатыр балалар. Жаз басталды. Біздің әңгімеміз осы жазда басталды. Сосын кейін менің айтайын деген әңгімем біздің водоканалға айтатын әңгімем бар. Біздің водоканалға негізінен инженерлік нағыз білімі бар. Мына суды жүргізе алады деген адамдар неге басшы болмаймыз? Неге біз қайта өзіміздің мысалы сенің шешең водоканалда бетіңе айтам бухгалтер болып істеді, ана орыс қыздың шешесі де осы жақта бухгалтер болып істеді, ана Күзембаевты алма дедім, алғыздыңдар, ол да оның әкесі де бәленбай жыл банкрот жасады. Енді Жұмакүлдің ғана қызы келмей жатыр. Жұмакүлдің 4 қызы бар, 4 қызының біреуі болашақта келіп қалар. Менің айтатыным, сендердің водоканалда қандай нелерің бар? Істейтіндей. Мен сендерден соны тікелей сұрап тұрмын. Соның екіншісі, басқа жақтан кәдімгідей адамгершілікпенен водоканалды басқаратын адам неге табылмайды бізге? Бізде ауыл азаматшалар басқадар жоқ па? Бірдеңе десе сендердің тәп-тәуір айтатын өтіріктерің бар. Ойбай, водоканалға ешкім келмейді, аталарың басы келмейді, келеді. Неге келмейді? Келетіндер бар, істеп жүрген адамдардың бәрі қуып жатсыздар. Қоғамдық жерде мейлі. Атаңыз басы деген сөз ол қандай выражение? Отаңыз тәртіпті бұзбаңыз қоғамда. Мен тәртіпті бұзбаймын. Бұзыватсыз. Жаңа айтқан сөзіңіз балаға сөз отырғанда. Қазір полиция отырып, штраф саласыз ба, салыңыз, апарасыз ба, апарыңыз, пожалуйста, тәртіпті бұзбаңыз. Содан кейін, мысалы, ЖКХ-ның бастығы Мырза Серікович мырзаға айтарым. Сіз прокуратураға біз барған кезде, сіз ана 1000-ды 2000-ды деп айтып, еще оныған келу керек болғансыз. Сіз мені опера жасау керек болғанбыз. Сіз вообще барған да жоқсыз, ол жерге келген де жоқпыз. Мен Сафетхан екеуміз сізді өлгенше күттік. Неге сондай боласыздар? Ал мен сіздерден кешірім сұрайын, атаңның басы деген сөзім үшін, бірақ та ол сөз үшін жауап бер десеңдер берем, құқық қорғандар өздерінің жауаптарына жауап бере алса. Былай қараңыз, әр мемлекеттік орган, әр мемлекеттік мекеме болсын, даже частный компанияның өзінде адамды жұмысқа алатын кезде әр нәрсенің квалификациялық талаптары бар. Квалификациялық талаптар бар, ережелер бар. Сол ережеге сәйкес қызметкерлер жұмысқа алынады. Ол инженер бола ма, басқа да не бола ма, ол өзі квалификациялық біліктерге жазылған, сол себепті қызметкерлер жұмысқа алынады. Жоқ, тек инженер ғана жұмысқа кірсін, немесе анау жұмысқа кірсін деген жоқ. Әр мекеменің басшысы квалификациялық талапқа сәйкес қызметкерлер жұмысқа алады, қолынан келеді, жұмысты істейді. Ол кезінде әкелер істеп кетті ма, шешелер істей ма, аналар істей ма, ол андай қазіргі кездегі неге ол келмейді. Талапқа сәйкес келіп тұр ма, жұмысын жасай береді. Сосын адамды анау болу керек, мынау болу керек деп. Сіз ондай жағынан сіз олай айтпай-ақ қойыңыз. Ол жағынан кемшіліктері жоқ. Жақсы біліп алдым. Сіздерге қол жетімді мыналар. Басқа адам емес. Сізге мынау қол жетімді. Мына кісі бала сізге қол жетімді. Ана кім? Тоже қол жетімді.
Потому что неге сіздер серіктің баласын, мен заявление жаздым прокуратураға. Неге барып қамамадыңыздар? А бізге серіктің баласы сіздер туралы неше түрлі әңгіме айтты. Иә? Біз оның бәрін айтып тұрмыз. Иә? Біз айтып тұрмыз. Қоғам белсенділері біз сіздерге айтып тұрмыз. А неге сіздер серіктің балаға тартпайсыздар? Неге серіктің баласы жауапқа тартылған кезде сіздер бәрін түсіндіресіздер? Қараңыз. Жиналыстың тәртібі бар. Сіз сұрақ қойдыңыз, мен қазір бөлмеңіз мені. Сіз сұрақ қойдыңыз, мен жауап беріп жатырмын. Егер тоқтаңыз, ескертіп жатырмын. Енді тағы тәртіп бұзатын болсаңыз, сізді бізден шығарып жібереміз. Сұрақ бар, сұраққа қойыңыз, жауап бар. Сөзді бөлмеңіз, сұраққа қойған сұраққа жауап алыңыз. Сізге сөз беріледі, сөз берген кезде сөйлейсіз. Біреудің сөзін бөлуге кешіріңіз, онда рұқсат берілмейді. Өйткені тәртіп бар, жиынның тәртібі бар. Егер сізді тыңдайтын болсақ, онда мен не үшін өзіңіз босат берейін осыдан келіп өзіңіз сөйлей беріңіз. Квалификациялық талаптар бар, талапқа сәйкес директорды біз қойдық. Одан бөлек мына Сарыөзек ауылының су мәселелері өздеріңіз білесіздер. Мен жаңа да айттым, 5 этапқа бөлініп жасалып жатыр. Қазақстанда 5-ші кезеңде іске асырып аяқтағаннан кейін соңына дейін суымыз толыққанды болады. Бұл жерде енді қамайтын әкімдікте емес, оны қамайтын өзінің құзырлы органдары бар. Арызға сәйкес жауап береді, тергеу жұмыстарын жүргізеді, кінәсі дәлелденетін болса, ол қамаққа қалады. Оның бізде кінәсіздік презумпциясы деген бар Қазақстанда. Соттың шешімі шықпай, үкімі ешкімді біреу қылмыскер, ол андай, ол мындай біз айта алмаймыз. Заңда күшіне енген соттың үкімімен ғана біз адамды қызмет қылмыскер деп айта аламыз. Оны полицияда, оны прокурорда, оны ешкім айта алмайды, только сот қана айтылады. Сіз де, біз де айта алмаймыз. Ал егер сіз айтпасыз, Күзембаевтың айтқан, пожалуйста, арыздансын, Күзембаев арыздансын, сіздер арызданыңыздар, шара қолданыңыздар заңға сәйкес. Ешкім біз жауапкершіліктен қашпаймыз да, жауапкершілік тартудан қорықпаймыз да. Егер заңсыз әрекет ететін болсақ, әркім өзіне жауап береді. Заң алдында, бірақ заң алдында. Соттың шешімімен. Соттың шешімін әкеле алмай, ешкімді біз қылмыскер, оны андай, онда мынау. Менің айтайын дегенім мынау. Бізде центральный көшеміз бар ғой өзіміздің. Сол бірінші айтайын. Соның бар бойда пешеход жүретін жері, ана асфальт биік та, пешеход жүретін жер аласа. Көшенің бәрін өздеріңіз білесіз талқан шығарып кеткен. Ана батпақтан балалар жалда ары бері жүреді. Ана пешеходымызды көтеріп беріңдерші бізге. Мына центральный көшесі. Мен сізге жаңа айттым ғой. Соны айтайын. Жаңа айттым ғой. Қазақтың жол кольцоға шейін жасап береді, біздің кольцодан бастап, бір 10-15 күн іште бастаймыз. Кольцодан бастап, Момышұлы көшесі, мына Жібек жолы көшесі, 49-ның повораты бар ғой? Иә. Жаңа бұрынғы дебатта, қазір Малина, соғанға шейін біз жол жасап келеміз. 7 метр еще созамыз ол көшені. Шетін шығарамыз, обочинасын. Бізге пешеход керек болып тұр, пешеход. Бұл айттым ғой, пешеходтардан бар, қосылатын. Бұрынғы кетіп қалған пешеходтарды жасап береміз. Жаңа айттым ғой. Хорошо. Енді сіздер айтпаңыздар, қазір қосыл деп жатырсыздар. Біз қосылуға дайынбыз. Технологиямызды барып аламыз. Бірақ бізді қосып бергенде бір бойға бізге жеке меншіктен келіп қосып берейін деп жатыр. Иә, Бауыржан мырза маған келді. Міне, Бауыржан мырза өткен жолы келді, екеуміз әңгіме айттық. Бірақ бұл кісі келіп кететін адам ғой. Біз ертең бір бойға трассамызды қосып аламыз, кім бізге жасап береді, ол деген артылып бірдеңе болса. Міне мәселе қайда. А бізде неде өзіміздің суда оказывается жасайтын адам жоқ. Жасайтын адам жоқ деп жаңа ғана мен өзім сөйлестім. Ол кісі айтты, менде өзі 3 адам бар. Мен оны 3 адам сізге барып қосып береді деп айта алмаймын дейді. Мінекей. Содан кейін өткен жолы әңгіме болғанда мына Бауыржан мырза біледі. Мен айттым, Бауыржан мырза сіз келдіңіз дедім. Ертең дедім, біз бәленбай миллион қарызы бар. Бұл кісілер әкеліс деп отыр дедім. Технологияны әкел. Мынаны әкел, қарыз емес деген қарызын төлесін, сол деп қосып беремін деп жатыр. Потому что біздің проблема өзі ақша болып тұр ғой қазір. Суға қарыз, неге қарыз? Сол дедім. Қосып беріп кететін шығарсыз, біз қайдан білеміз сізді дедім. Міне көзі тұр. Ол әңгіме болды ма? Болды. Содан кейін бізге өзіміздің адамымыздан шығарып, неге біз қостырмаймыз? Ертең біздің колледжіміз бұзылып қалады. Біз кімге барамыз? Бауыржан мырзаны қайдан табамыз? Содан кейін айтайын дегенім, біздің өзіміздің адамның ішінде адам жоқ па? Бізге қосатын, біз танитын, деп құлағынан ұстап әкеп жасатамыз ғой, айналып кетемін, мына жерге жасап бергенсің. Мынау осындай болып тұр депсің. Мен қазір ғана осыдан бір 10 минут бұрын шығар, мына нені бастаған кезде қазақша айттым.
суға қазір екі компания қосып жүр. Өздеріңіз қосам десең қосыңыздар. Алматыдан, Талғардан адам алып келсең, алып келіңіз, қосыңыз. Немесе ауылдан тағы бригада шығарамда су қосам деген компаниялар болса, ешкім біз оның қолынан қақпаймыз. Оны өздеріңіз жасаңыздар. Акимат ол сіздің суға қосылуыңызға араласпайды. Біз немесе өзіңіз жаңа өзіңіз айтқанда бригада құрып, жұмысшыларды жинап, өзіңіз сол жұмысты ұйымдастырып, елдерге су қосасыз ба? Ол ешкімнің қолынан біз қақпаймыз. Акимат біз тек қана техника сатыламыз, сосын басқа жұмысқа араласпаймыз. Өйткені ал егер жаңа қосқан компания сізге су қосып кетіп, ертең абонентский прожекторыңыз болып жатса, араңызда азаматтық құқықтық келісімшарт бар ғой. Келісімшартпен қосып жатыр. Келісімшарт негізінде РОУД-ға арыз жазасыз, РОУД-ның сотқа. Сот арқылы неден өндіре аласыз жаңа компаниядан. Жоқ, оған сенбеймін, басқа десең, басқаға пожалуйста алып. Бірақ олар гарантия беріп жатқан шығар жұмыстарына. Соны айтқан жоқ ол кісі. Гарантия бар ма? Сосын былай ғой, тәке, бізде былай. Енді мен өзім істеп опытым бойынша айтайын. Міне жасап береді. Бір адам, допустим, су қосып берді сізге. Бірақ енді ана абоненттің өзінен болады. Кейде ана уже уақыт өте жаңағы краник шірейді, анау болады, мынау болады. 2 жыл, 3 жыл өткеннен кейін анау мен су қосқан, сол кінәлі деп, соны кінәлі. Негізі гарантия 1 жыл. 1 жыл ішінде жасап беруге міндет, 1 жыл асып кетсе, уже аратай өздеріңіз қамданасыздар. Водоканалда жаңағы адам жоқ емес, адам бар, жаңағы 3 бригада, өздеріңіз білесіздер, Сазбек ауылында прорывтар болып жатыр. Сол прорывтың бәрін осы водоканал істеп жатыр ғой, басқа ешкім істеп жатқан жоқ. Ешкім істеп жатқан жоқ. Өткенде анау үлкен прорыв болды, 2 күн су болған жоқ бүткіл ауылда. 3 күн даже. Таңғы сағат 5-ге шейін жасап жұмысты. Жаңа 3 жігіт, водоканал директор бар. Міне Ербол Серікұлы, Жырхан бастығы бірге тұрып, таңғы сағат 5-ге шейін жаңағы прорыв жасады. Сол себепті водоканалдың абонент қосуға ол водоканал жалғыз Саржоқтың водоканалы деп. Жалғыз Саржоқ емес, Саржоқтан басқа 62 ауыл бар, 62 ауылды да бұлар қамту керек. 62 ауылда 62 проблема бар оның бәрінде. Арасында сол ауылдарға шығып, ауылдарында жұмыс істеп жүр бұлар. Водоканал жалғыз Саржоқ емес. Сол себептен шашыттағанда қосады, біз нетпейміз. Енді өзіңіз таңдайсыз, өзіңіз еріктесіз. 2 компания бар қазір таңда, меніға белгілі. Сонымен водоканалға вообще не нетпейміз, біз водоканалға не нетпейміз. Біз бағана компанияға сізді үйіңізге шейін трубаны тартып береді, бәрін жасап береді. Подключение жасап бергенде водоканал келеді, пломба қойып счетчикке. Водоканал. Счетчикке пломба қойып, краник ашып береді де, пломбаны бекітіп береді. Болды, сол жұмыс водоканалдың мойнында. Осы біраз жыл болды, мына жыл 4 жыл болды естіген, вакансия ашылады деп водоканал жұмысшыларына. Сол ашылатын болды ма? Вакансия әлі үшін бар. Жоқ, ашылғанда тағы да қосымша адам жоқ деп жатыр ғой, соған қосымша емес, сіздерге қанша штат бойынша қанша адам? 38 адам ба? 38 адам саған қанша положено? Сен әлі бар ма вакансия? Келемін істеймін деген, пожалуйста, келіп істеңіздер. Допол штат жоқ, біз бар штатты толтыра алмай тұрмыз. ашылған екен онда. 38 адам қазір керек, соның 21 бар, 17 адам қазір бос тұр, вакансия тұр. Су туралысы, Пожалуйста, істеңіздер. Міне, қазір бар ғой, тағы бір айтып етін, осы жұмыстан сұрадыңыз ғой, пока есіме түскен кезде. Міне, РОУ-дың өзінде 21 вакансия бар. Жоғары білімі бар, заңды, юридический образованиемен, біліммен. Балаларыңыз, туыстарыңыз болса, пожалуйста, РОУ-ға келіңіз. 21 вакансия тұр қазір, РОУ-да адам таппай тұрмыз. 12 участковый оның ішінде вакансия тұр. жасап отыр, мердігерлер бәріне қатысты шығады. Су, мынау келешекте насос күйіп кетті, жаңағы Алматыға барамыз, ауыстырамыз деген әңгіме болмайтын шығар деп ойлаймын өзім келешекте. Су қалай болады, су мәселесі? Мердігерлер жауап берсе, халықтың арасында. Жоқ, ол мердігер жауап бермейді, ол біз жауап береміз. Мердігер жұмыс жасап, гарантиясы бар, мердігер жауап береді трассаға, мердігер жаңағы прорывтарына 2 жыл гарантиясы бар. Тек айтып отырмын да. Мердігер жауап береді. Қазір дополнительный скважина қалса, сол скважинаның жұмысына жауап береді. Сосын резервуар бар. Сол резервуардың жұмысына олар жауап береді. Насостың түйі ол біздің жауабы. Насос түйсе бізде қазір қосымша дополнительный насостар алып жатырмыз. Өткен күні Қарабақтың насосы түйді. Дополнительный ремонт жасап 3 насос әкеліп қойдық. Біз 4-5 насос резервте ұстап отырамыз. Насостың түйі енді ол былай айтқанда механизм ғой. Износ болады, естественно. Сол изностың арқасында ол түйеді.
жоқ күйген түсінемін ешнәрсеге жоқ. ана насос қосылғанша ананы кнопканы басып анау ремонттала беретін заман бола ма деп жатырмын. Болады ондай жасалып жатыр. Тура Қазір солай солай жасалып болады жатыр. Единственное біз ана сол жаңағы өткен глубин насос деген ғой, бізде қазір резервте центробежный насостар да бар, глубин насостар бар. Анау бізде шестерка болған сразу асып тасталған, бірақ ана бізге восьмерка керек болды да, восьмерка сол ремонттан болып ақшасын біз төлей алмай қалып просто. Ақшасын төледі, алып кетіп 3 насос алып келдік. Запаста бізде насостар бар. Солай болады. Солай болады, иә, сөйтіп жұмыс жасаймыз. Болды, рахмет. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, екі компания бар деп. Қазір ана Бауыржан деген жігіт жүр, олар. Әне ана мектеп автобазаның қасында 97 жастағы апа, инвалид бірінші группада. Қызы жұмыс істемейді. Содан барып, қазір айтып 100-120 мың ақша алған. Қазір қалғаны мынандай пластиковый труба. Қайдан шығып отыр? Сондай расселген. Ана отыр ғой. Мен өзің айтсам айтсына алдым. Оны кейін мен ана күні чатқа шықты, мен барып неден техусловие аламын. Мен мынандай документтерді жасап, алдынан мен собраниеде айтылды ғой. Техусловие ғана алады. Қандай документ жинап, қандай елді жарылқайды деп жүрген мен білмеймін. Ананы енді анау білмеймін, ана инвалидтен сондай ақша алғаннан кейін Майлина көшесінен біреуден 110 мың алған, мердегі Машановадан, Махнибарадан деген 100 мың алған. Болды, жауап берсін енді. Саламатсыз ба, Сарыөзек тұрғындары. Бұл абонентпен келісім болды, осындай ақшаға жасап беремін деп. Ол келіскеннен кейін жасады. Жоқ, инвалидность сондайларға не скидка жоқ, соны айтыңыздар. Пенсионеры... Жоқ, бұл жерде тағы айтайыншы ой. Міне қараңыздар, бұл нарық. Ол су ұнамай ма, басқа адамға барып қосылыңыздар. Екінші компанияға барыңыздар, өздеріңіз басқа адамды алдаңыздар. Міндетті жатқан жоқ қой, именно осы компанияға отырыңдар. Ұнамай ма бағасы, кетіп қалыңыздар. Өздеріңіз жасау, магазинге барасыз. Мысалы, ана магазинде нан 150 теңге тұрса, мына магазинде 120 теңге тұрса, 120 теңге тұрған барып сөзін аласыз ғой. Сол сияқты. Ұнамай ма бұл бағасы, басқасына барыңыздар. Ол ұнамай ма, басқасын іздеп көріңіздер. Ол енді өзінің арасындағы келісім шарт, действительно ол. Біз араласамаймыз ғой оған. Магазинге де бар айтамаймын, сен не нанды ана жақта 150 теңге, мына жақта 120-дан сатып алсың деп. Жоқ, сіз акимат ретінде вы же должны какие-то льготы предоставлять. Жоқ, ондай жоқ. Утверждать эти Жоқ, льготы. ондай жоқ. Қалай, например, жалғыз басты, например, әйелдер бар, иә? Нарық ол, нарықта акимат айттым ғой, араласпаймыз біз. Осындай сөздер болмаушы біз араласпаймыз. Өздеріңіз табыңыздар, тапқан компаниямен жұмыс жасаңыздар. Алтын алқа деген шешесі медаль бар, оған 50% скидка жасаймыз. Сосын қандай льготтар? Участник Великой Отечественной войны абсолютно бесплатно. Участник афганской войны 30% скидка бар. Дети Льгот инвалиды, жоқ деп айтпаңыз. пенсионеры, одинокие Пенсионеры богатые люди. Это все должно учиться. Конечно. Если есть официальная бумага, что есть у женщины ребенок инвалид, или там мать инвалид, да, лежачий, вы же должны это какие-то скидки делать. Кішкене адам келіншілік деген болу керек қой. Қазақшамыз жетпейді соны түсіндіруге уже. Они нам поставили 2 колодца общих. На нашей стороне нету, на той стороне 2 колодца на двухквартирные дома. Представьте, мы ходили к ним, ЖКХ, водоканал. Сейчас мы добились 2 колодца, чтобы нам поставили. Но в итоге людям тоже далеко копать. Очень далеко. Я с ними год уже билась. Год я ходила, и до Канат Булатовича ходила, везде ходила. А сейчас у них цены космические. У нас тоже зарплата невеликая, чтобы платить им постолько. Тоже этот вопрос надо как-то решить. Да, люди же не должны в кредиты входить. Они сейчас наделали. Раньше наш водопровод был с одной стороны вода, с другой стороны вода. На один колодец на 4 квартиры. Сейчас нам сделали 2 колодца. Пока мы не выбили еще 2. Но факт то, что нам сейчас очень много все равно копать. Как нам быть? Берілген екен сол колодецтарын қойып бергенбіз. Пожарный гидранттары бар.
басқа колодецтер. Алло. Басқа колодецтер берілмеген, проект бойынша 2 колодец берілген. Сол колодецтерді берді. ЖКХ-ның басшысымен бірге барып, көріп, ақылдасып, тағы да 2 колодец қойып беретін болып шешілді. Басқа колодец қоя алмаймыз енді. Каждый абонентке бір колодецтан қоятындай не жоқ. Алыс болып тұрған себебі ол неден трубадан прямой врезка алғандар болады. Сондайлар негізі алыс. Нет, я не говорю прямой. Кейбір абоненттер бар, прямой врезка жасаған, бірақ біз жұмыс барысында келісілген ескі колодецтің жанына жаңа колодецтарды қоюға солай келісілді қой. Чтоб бұл колодецқа просто переврезка жасайтындай. Кейбіреулері сол алыс болғаннан кейін основной трассаға врезка жасалған, прямой. Одан кейін енді ол обязательно неге новый трассаға қосылу керек қой. Соны алыс деп отыр көбісі. Ана үйдің ситуациясы. Баға беріңіз ба? Бардық, проект бойынша қойылған 2 колодец бар. Жақында тағы да 2 колодец қоямыз. Дополнительный 2 колодец қарастырдық. Алыс деген сәбжек бойынша әртүрлі жағдайлар болады. Алыс қойылған проект бойынша қате кеткен жерлер. Оған қосымша колодец мердігерлер отказ беріп отырған жоқ, қойып беріп отырмыз жақын. Но бірақ каждый үйдің алдына емес. Максимум 40 метр, 30 метр, одан аспайды. 100 метр, 200 метр деген жоқ. Өткенде тағы да корректировка кезінде қарадық. Автор келді, мердігерлер бар, көрсетті қанша метр, қанша. Талап болды, өшіп тұрмасы. Осы машине басқаннан кейін 3-4 жыл бұрын денсаулығым болмады. Сол енді мемлекеттер көбісі айтады, елдің сізге бір көмек беру керек, минимальный пенсия сияқты ма, мен білмеймін ондай. Баншаға жарып шықтым бір айдай. Білмеймін айтып, сол алпайды машине басқан соң тіземен беріс салмайды. Бір жұмысқа кірейін десе. Сол сіздер бір кеңес, бір көмек жағынан. Оны қазір жеңілдіккеннен кейін жеке қабылдауға қаш, жеке сөзінің службалары бар, жеке мәселен бар. Жеке қабылдауға, қазір артынан жеке қабылдайды. Айтам бар ондай көбінді. Бізге қазір сәбес, мәнсап и больница. Сәлеметсіздер ме, жаңа төлем су мәселесі бойынша мен Масанованың аяқ жағында Кет қалмаңыз. Межрайбас көшесінде тұрмыз біз мына бізде бұрынғы старый колодецті 3 тұр. Жаңағы әрқайсына 6 үйден қойылған. Енді бізде қазір 2 ғана колодец қойып кеткен, тура менің үйім қасында пожарный гидрант тұр деді. Оны Бауыржан мырза өткенде көріп кетті. Сонымен жаңағы бұл кісі айтады, новый колодецтан біз ескі колодецқа сіздерге тиімді қылып, ақшаларыңыз көп шықпау үшін ескі колодецқа жалғап береміз деп отыр. Ол қаншалықты заңды? Міне жаңағы сапақсыз компаниясы өкілі айтып кетті. Біз білесіздер, мен әкім орынбасар болып осы жерде әкімге дейін 3 жыл жұмыс жасадым. ЖКХ-ны мен көріп еттім. Сол кезде осы жоба жасалып жатқан кезде де мен болдым, жоба барысында да мен болдым. Сол кезде 4-5 мен жиналыс өткізгем. Осы жобаға сәйкес. Сын-естілеріңіз айтыңыздар деп. Біреусін жинадық, мешіттің жанында жинап, көше-көшемен өткіздік. Осы Донкудардың өзінде егрез өткіздік, жаңа жиналыстарды. Сол кезде тоже ауыл тұрғындарынан біз шақырдық, айттық. Егер сын-естілеріңіз бар болса, осы колодецтар бойынша, басқа бойынша айтыңыздар деп. Өкінішке орай тоже осындай сасапқан адам жиналады, чаттарда сөйлейді, бірақ неде жаңағы жиналысқа келмейді, ойларын айтпайды. Сол себептен проект кетіп, экспедициядан шығып кетті. Бірақ қазіргі таңда біз сол кезде шешім қабылдағанбыз. Мынандай бұрынғы существующий колодецтар бар ғой. Ескі колодецтардың жаңа Рашид мырза айтты ғой. Біз новый колодецтарды қойып, сол старый колодецті новыйға переподключение жасайтын мүмкіндік болатын болса, ана ескі трассаны
жасаған өзінде новый колодецқа қосып сізге су болатын жағдай болатын болса, біз ондай колодецтардың жанынан новый колодец жасап кеттік жасап. Чтобы тұрғындарға максимально жеңіл, максимально удобно болсын. Қосқыла ол болады. Жоқ, тоқтаңыз, қараңыз. Мен больницада жұмыс жасап жүргенде. Сол кезде алтта тасып берді бала маған. Сосын тасып берді болсын, мен оны енді соған енді ана жаңаға қосыла ма, қосылмай ма, соны сізден сұрайын деген. Жоқ, мен индивидуально сізге қазір айта алмаймын сіздерге. Сол ескі колодец сол жерде Жоқ, қалған. сіздердің айтпаңыз, әкім айтты, ойбай ескі жоқ, олай жоқ. Мүмкіндігі бар жерлерде Жоқ, бізге қойып кетті, екеу қойып кетті. Екеу қойып кетті. Сол маған ана Ираның соседімнің алдына новый. Ал соны қалай қосамын? Соны сұрауым керек сізге. Әпке қараңыз. мен оны қазір жауап бермеймін, өйткені мен проект көрген жоқпын, сіз үйіңізде көріп тұрған жоқпын. Оны мамандар бар, мамандар жауап берейін. Осындай сұрақтар бойынша. Қазір апай жауап беріп алайын да. Бола ма рұқсат па? Қате, мүмкіндік беріңіз жауап беруге. Құрметті тұрғындар, қазір абоненттік сервисінің абоненттік бойынша көп сұрақтар болып отыр. Бұл сұрақты бұлай шешеміз деген енді бір неге келіп отырмыз. Серікбайға жүр 5-ші кезектің басында. Ендігі кім техусловие алады? Серікбайға хабарлассаңыздар, Серікбайға барып, қай колодецтан қай колодецқа қосылатынын сол кісі көрсетеді. Бананда скидка жасайтын жерлерін, басқасын мердігерлермен екі ортада келістіріп береді. Серікбайға солай келістік қоя, міне бізде Берік аға бар, Бауыржан бар, банағындай екі ортада келісті, басқа болды деген болмайды. Серікбайға барады, қай колодецтан қай колодецта. Сіз 6 үйден 18 үй қазір 2 колодец қойып қойған. Сонда бұлай есептесек бір абонементте 9 үй болып тұр. 9-10 үй болып тұр. Бірақ біз нақты білмей тұрмыз, кім қайда қосылатынын. Водоканалға, міне сол үшін міне водоканалға неге техникалық шартқа барыңыздар деп жатырмыз. Өйткені водоканал сізге айтады, қай жерден не аласыз подключение. Водоканал айтады сізге, қай жерден қосылу керектігін. Сол үшін водоканалға бір бірінші техникалық шарт алу керек. Міне қазір сіздер барған кезде, мысалы қараңыз, газға қосылғандар бар шығар. Газға қосылған кезде бірінші қазанғазға барып техникалық шарт аласыз ғой. Сосын барып кімге бересіз? Қосатын адамға. Вот сол сияқты мәжіліс солай водоканалға. Водоканалға барасыз, техникалық шарт аласыз, сол техникалық шартты қосатын компанияға бересіз, сол компания сол водоканалға қосып берген техникалық шартпен қосып беруге міндетті. Ал одан бөлек басқа жерден қосатын болса, сол компанияға водоканал штраф салады. Өйткені ол ауыз суға қарыздарыңыз бар болса, водоканал бермейді техникалық шарт. Егер бұрынғы екінші момент, егер бұрын колодец арқылы емес водоканалға келісімшартсыз өзіңіз прямой врезкамен су ұрлап алып отыратын болсаңыздар, водоканал техникалық шарт бермейді. Ана бұрынғы ненің штрафын төлемейді, водоканал жаңа техникалық шарт бермейді, жаңа қостырмайды. Міне екі условиямен водоканал техникалық шарт береді. Қалған уақытта водоканалдың алдында қарызыңыз жоқ болса, техникалық шарт тегін. Қарызбен штраф болатын болса, төлегеннен кейін барып қана береді, оған үшін қосылмайды. Қосып жатса. Содан кейін бар ғой, ауыл тұрғындарына айтар. Барып Бауыржан мырзаға қостыртып алдыңдар ма, артынан кейін бұрсытып бүкіл ауылға өсек айтудың керегі жоқ деп ойлаймын. Содан кейін бізге тариф қойып бересіз ба? Қанша метрға аласыз? Мына елдің көзінше айтыңызшы. Метріне қанша теңге алып жатсыз? Қосқаныңызға қанша теңге аласыз? Қандай болады? Бізге нақты айтуымыз керек. Соны ескеріп мырза, айтарым сізге. Келіп көріңіздер. Технолон алғаннан кейін келіңіздер де айтыңыздар. Мұнша метр, мұнша. Қосатыныңыздар рас қой. Бізге әлі бықсытып, содан кейін бүкіл ауыл бықсып, міне қазір келмейді міне. Қаншама сөз айтылды әлі күннен бері. Қырғын жасалып кетті. Пожалуйста, қанша метр аласыз? Метрден қанша теңге алып жатсыз? Қосқаныңызға қанша аласыз? Запчасть қанша тұрады? Бізге просто бір су группада барсыз ғой. Салыңызшы сол жерге. Халық көрсін. Приехал к нам, сказал, мне сейчас невыгодно за 2000 копать нам трассу. Как нам быть, правда? Скажи нам. Это надо определенно, пусть скажет нам тариф свой. А то мы все На этот вопрос я вам отвечу, да.
расстояние между двумя колодцами, старый и новый, бывает 3 метра, но трактор, то есть техника, она стоит там полдня. Соответственно, за технику я плачу отдельно, со своего кармана. Поэтому мне это невыгодно. Вот первый момент. И я здесь большой минус со своего кармана. Понимаете? А я предприниматель, я должен зарабатывать. Так или иначе. Но я зарабатываю очень мало на данный момент. На данный момент я в минусе. Поэтому каждый вопрос будет разговаривать с жильцами, с абонентами, которые желают со мной работать, индивидуально. И я стараюсь очень дешево сделать. Потому что вторая компания, берет хруст, если его условия устраивает, вот можете к нему обратиться. Он берег, представитель компании берег хруст, он тоже отвечает. Мы спросили, сколько в глубину будет копать. Он нам говорит, 1,20 метр. 1,20 у нас в Саразеке замерзнет. Хотя бы 1,80 м нужно. Он условия ставит. А если я порву, вы будете со своего кармана платить? Нет, я так не говорю. Как не говорил? Я не одна была. Да, я не одна была. Я мына кісі білеміз, бұл былтырда алдыңғы жылда істеген кісі бізге өзімізде мына кісі. Мына кісіні біз көргенбіз. Талаптар ұнамаса максимум. Содан кейін айтайын дегенім мынау. Трактор тұрады, ол сүйдеді, ол сағатта төлеймін деп тұрсыздар. А он причем здесь мы? Түсінбей тұрғаным сол менің. Потому что бар ғой, ол трактор таңертең келуі мүмкін, кешке дейін бекер тұру керек, соған біз ақы төлеуіміз ба? Бұл тағы да дұрыс емес дүние деп ойлаймын. Өз трактормен келсін. Өз трактормен келсін. Арендовать етпейді. Тағы айтып тұр. Бұл қалай келсіз, қандай баға келсіз, ұнамай ма олар қолмен қазыңыздар, өзіңіз қазыңыз. Бірақ біз міндеттемейміз, анаған бар, мынаған бар. Біз ұсынып отырмыз, 2 компания бар. Ұнамай ма, басқасын алып келіңіз. Ұнамай ма, бұлар өздеріңіз жұмыс ұйымдастырып, өздеріңіз бригада құрыңыздар да, епіңізбен тоғын ашыңыз да, өзіңіз тоже елге осы су тартыңыз. Біз міндеттемейміз ешкімді, біз араласпаймыз ол жұмысқа. Біз тек қана техникалық шарт береміз де, сіздерден сұрайтынбыз. Газ суға қосылыңыздар. Болды. Басқа нәрсе біз сұрамаймыз. Енді білмеймін, бізге определенно айтыңыз. Сіздің тарифіңіз қанша, біз сізді білейік, ана кісінікін естіп тұрмыз, сіздің тарифіңізді білейік. Бізге халыққа выгодный болатын дүние. Біз анандай халық емеспіз ғой, біз миллиондап ақша тауып жатқан адам жоқ, бізде нашар адамдар көп. Шыны керек. Мен енді өзімді нашар адамға санамаймын, бірақ қанша болса да төлеймін, бірақ мен бір көшенің адамымын, келіп отырмын солар үшін. Оның ортасында инвалидіміз бар, оның ортасында көз көрмейтін адамымыз бар, оның ортасында пенсионеріміз бар. Сондықтан айтып отырмын ғой, тарифімізді айтып, бізге сөйлесеміз, алдымен өлшеп шығамыз, соны айтамыз, мынау осынша тұрады, кетістен кетпестен. Техникамыз өзіміздікі, бізде алдымен өлшеп шығамыз, анда серікбай арқылы кеше ғана жоқ мен. Әйтпесе мен жұмысын басқа жүріп жүрген, серікбай айтты, осы көмек керек болды, осы ауыл тұрғындарына деп. Сол үшін ғана кеттім, әйтпесе біз именно осы жерде ақша таба беріп деп кеттім ғой. Ол кісінің сұрауы бойынша осы ауылға көмектесіп мені бұрын соңды тартқан, осы ауылда да істеп жатырмын. Қарашоқы ауылының полностью тартып шықтым, ауыл жаңағы подключениені. Енді оқып бар, істемеген емес, істеп жүрген адаммын. Алдымен сіздің үйіңіз кіріспес бұрын өлшеп айтамыз, осынша тап, осыдан келсесіз бе, келіспейсіз. Ондай бір. Метрін қанша аламыз деп білге әлі шығарған жоқсыз. Ештеңе шығармадыңыз әлі, иә? Бірақ сіз су группасына жазасыз. Обязательно жазыңыз, халық білсін. Дұрыс па? Сағынбай болады. Осы Сарыжүк ауылының тумасымын, осы жерде туып өскен. Менің жаңағы көтеріп жатқан мәселелеріңізге жаңағы айтайын дегенім, қосылайын деген жалғыз Сарыжүк емес. Осы ауданымыз бойынша бір сұрағым бар еді, соны сіздерге арнап айтсам ба деймін. Мысалы, бірінші мәселе мына су туралы айтып отырмыз ғой. Мысалы, енді айтайды жауыз болып дегендей, жамауызге бір дұрауды өлтірдік дегендей, енді құдай білсе суға да қосыламыз енді. Ал енді бұл жерде жаңа көп түсініспеушілік болып жатыр халықта. Мысалы, жаңағы 3-4 көрші қосылып, мысалы, бір трассаның бойынан тартып кетуге болады, мысалы. Рас па? Каждый өз-өзіне тартпай, рак, шука, не сияқты болмай, ауызбірлік болса бір-біріне, мысалы. Бір жерден жаңа тартып шетіне кете береді, бір трубаға бәрі жалған үйіне қарай тартып кете береді. Сол жағы түспейсіздер, сіздер көбілеріңіз. Сондықтан көршілеріңізбен ауызбірлікті болсаңыздар, жаңағыдай жасауға болады мысалы. Бізде көршілерімізге келістік, міне бір труба өзіне тартып кетеді, бірақ ол ақша шығарамыз, бәріміз тартамыз деп солай келістік. Ал енді сол жағы, мына су жағы мәселе.
көрші ма, 10 көрші қосыласыздар ма, өздерің білесіздер ма, уже ешқандай вопрос жоқ. Сол туралы жаңағы айтып жатсыздар ғой, енді менің ойым сол енді жаңағы су мәселесі шешіледі деп ойлаймын. Оның кейінгі Сарыөзекте жаңағы күрделі мәселелердің біреуі мына Кербұлақ ауданы бойынша жол туралы айтқым келеді. Мысалы мен анада Ербол Мырзаға да айттым, бірақ ол кісі жаңа мен шамамен жетпейді деп айтты. Мына Сарыөзекте қазір біздің Сарыөзегіміз транзитный хаб сияқты ғой енді. Бүткіл туристер өтіп жатыр, мысалы жан-жақтан қонақтар өтеді. Ауылдарға балады, қаладан келеді, Астанадан келеді, Талдықорғаннан келеді, бәрі Сарыөзектен өтеді. Менің айтайын деген мына обочина мәселесі. Сіздер енді айттыңыздар ғой, жаңа ақша бөлінеді, мына обочина жасалады дейсіз. Бірақ мен айтайын дегенім, мына нулевойдан біздің ана Сарыөзекте соны ешкім қадағалаған жоқ. Обочина жасалмай қалды сонымен. Каждый неде қарасаңыз, осы обочинаның екі шетінде бір жерде бетон жатыр, мысалы, сынған. Бір жерде жаңа обочина совсем жасалмаған. Ербол Мырзаға көрсеткен мен. Ербол Мырза маған сразу айтты, мен оны автожолға, қазавтожолға шамам жетпейді. Енді ол туралы артық айтсаңыз, енді өзіңіз білесіз. Сонда жаңағы туристер келеді, ауылымызға қонақтар келеді, адамдар келеді. Мысалы ауылымыз өсіп өркендеп жатыр, көркейіп жатыр, көбейіп жатыр мысалы. Ал енді мына жол мәселесі бірінші ең қиын мәселе осы болып тұр. Содан кейін жаңа айтайын дегенім жаңағы. Мысалы қазавтожолға шамаларыңыз келе ме, сол жолды неғып дұрыстап жасамайды? Мысалы 7 километрді провал аудан бойынша, мысалы цементный заводта жетеді. Бір күні біреу аударылады, адам өледі. Мысалы ауданымызда май мемлекеттік органы бар ғой, неге олар акт составлять етеді, неге жол жауып қоймайды мысалы? Қарап көріп қой, мысалы сол жолмен гаилер көтереді. Келесі сұрағым болғанда осы. Содан кейін жаңағы абаттандыру туралы айтайын деген. Мысалы біздің Сарыөзектің ортасымен күнде өтесіз ғой, мысалы. Магазин бар, коммерческий организациялар бар. Біреуінің алдында бір нормальный бір тал егілмеген, біреуінің алды дұрыстап жасалмаған. Мысалы солар содан пайда тауып отыр ғой магазинде. Неге көрмейді бізге? Алтын егіп әдемілеп жасамасқа. Сіздерде мысалы отдел архитектуры, строительство, сәулет бар. Мысалы сондайлар неғып қадағаламайсыздар? Ал басқа аудандарға, басқа ауылдарға барамыз мысалы. Сондай магазиндердің алдары керемет, магазиндер сондай жарқырап тұрады, терезелер тап-таза. Мысалы бізде ондай бір не жоқ, көрдіңіздер ме? Содан келген қонақтар айтады, мысалы өткендер айтады, сендердің ауылдардың тозып кетті ғой. Мысалы айтатындай бар, қадағаламайды оны ешкім мысалы. Действительно, магазин салды ба? Алдына жақсылап, ағаш, туя, елка егесін. Қазір бәрі условия бар ғой. Соны неғып қадағаламайды? Мына магазиндерге бұрылатын обочиналардың бәрі жоқ қазір. Мысалы, действительно, елден, осы Сарыөзекке келген болсын, өзің болсын, бұрыламайсың мысалы. Шынды керек қой енді. Үйлеріңізге туыстарыңыз келеді, ағай, туыстарыңыз келеді, айтады ғой, не мына аулалардың тозып кеткен. Содан кейін үшінші мәселе айтайын деген мусор туралы. Мысалы, мусорды жақсы шығарып жатыр уақытысында. Күнде шығарып жатыр. Мысалы, оларға жәрдемдесу керек аудан бойынша. Осы Сарыөзек бойынша, мысалы, санаки станция бар, участковыйлар бар. Мысалы, бір көшеде 40 үй бар. Соның 5-еу ғана мусор шығар. Қалғаны қайда жібереді? Міне мәселе. Неғып көмектеспейді осы біздің ауданның атқамінерлері, халық бұл неге бірге жұмыс жасамасқа? Жалпы бұлар кішкене жасаймайды біріншіден. Екіншіден айтайын деген, мен мысалы теміржолмен туристер өтеді, елдер өтеді. Чөй жолдың жағасын қараңызшы. Түгел үйлердің артын толған мусор. Өзіңіз бір пойыз өтіп көріңізші, үстіге қарай көріп, Алматы қарай жүріп көріңіз, қандай мусорлар толып жатыр. Баяғыда жібек жолы пойызын жіберген Қытайға мысалы. Сол кезде тазалаған. Одан кейін міне қазір невозможно. Өзіңіз ұяласыз осы Сарыөзегіңіз үшін. Осы ауылдың азаматы болғаннан кейін шыдамай бүгін келіп айтып отырғаным сол. Мына қазавтожолды бір жағына шығарыңыздар енді, мынау болмайды ғой. Ерболға айтқан, Ербол мен шамам келмейді деді. Болды ма? Сұрақтарыңыз бітті. Болды енді осы мәселе. Сағынбай дедіңіз бе? Жасыңыз нешеде? 34-те. Ауылдың ақсақал болса, міне енді айтайын. Бірінші мәселе жаңа су. Айттыңыз ғой, жаңа көшілмен ауызсумен бір линия тартыламыз деп. Осыдан 2 апта ма, 3 апта бұрын жаңа группаға жазды, ойбай су жоқ, су қайда, қашан келесіңдер деді. Бәрінде су бар, бірақ қана үй сулап жатты. Жаңа сіз айтқандай көшілер сөйтіп жаңа общиймен қосқан ғой. Екі бірбен ұрысқапты да, мына жақта колодецта тұрған көршісінен жауып жатқан екен. Анаға су бермей отыр.
сол сияқты ертең сіз общий болсаңыз дәйет кәсіпті тартып жатырсыз. Ертең ана бір үйін сатып жатса басқа біреу келеді. Сол үйге көшіп кетті. Онымен тартып жатырсыз, алып тастырсыз, кредит бастады бітті бұл. Жоқ, оны енді общийда оның өз жағын жапса жапсын, ол общий. Сөйтіп өткенде жауып тастады. Сөйтіп шум болды, осы шапта бұрын сосын саят бардыңдар емес пе? Сөйтсе ана көрші жауып тастаған. Көршіне бермей қойған, кредит жаба салған. Екіншісінде жаңа айтып кеттім ғой, Саржаттан саламыз. Қазақтың кальционерлер былай кетеді, мына біз саламыз. Тағы біраз көшелер бар деп. Мына 0,7 әлі жол қабылданған жоқ, 0,45-те әлі жол қабылданған жоқ. Осы жол білесіз, бұл бізге 2023 жылы мемлекет басшысы келген. Сол кісінің тапсырмасымен 0,7-те 0,45-те толығымен жұмыс жасалып жатты. Облыс әкімі бұл жұмысты өзі жеке бақылауында ұстап отыр. Өткенде ғана облыс әкімі өзі келіп, осы жолды көріп кетті. 0,7-де 0,45-де. Көрді, Қазавтожолдың басына тапсырма берді. Әр дүйсенбі сайын бізде аппаратный жиналыс болады, аппаратный жиналыста менен сұрап отырады. Қазавтожол ана жолды не істеп жатыр деп. Қазавтожол қазіргі таңда басшысы ауысты, новый директор келді, Жасұлан деген жігіт. Мына жұмыс жасап жатыр, жаңа сайтқан посадка да бар, обочина да бар. Көрдіңіз ба, обочина қойған водоталқышылар. Олардың бәрі ойнап кеткен бетондар, қайтадан алып, қайтадан достап қойып, жұмысты осы бірінші қыркүйекке шейін толығымен аяқтайды дефекттер бойынша, басқа да жұмыстармен. Ол контрольда Қазавтожол. Енді мына жерде Саржаттың жолдарымен бір айтып кететін жағдай бар, осыны пайдаланып. Біз өздеріңіз білесіздер, Саржаттық, жаңа өзіңіз айттыңыз, транспорттық хаб деп. Көп мәшін өтеді, орталық көшелерде бар, 2-3 біздің автобус магазиндеріміз бар. Өздеріңіз көріп жүрсіз, мына үлкен қобалар жүріп жатыр Саржаттықта, үлкен фуралар жүріп жатыр. Сол фуралар, сол қобалар байқайсыздар, постоянно неге шығады, чаттардың бәрінде сайттарда жүреді. Колодистардың бетін сындырып кетті. Сапа құрылыс жасайды колодис. Бір-екі айдан қарасаң беті жоқ. Түсіп кеткен ішіне. Оны кім не дейді? Жеңіл мәшін жасай алмайды. Оны сол жаңағы большеврузда үлкен динамерлер, үлкен қобалар. Байқайсыз Саржаттың ішінде знактар. Біреу былай жасап кетеді, біреуін басып айналып кетеді, светофорымыз айналып кетеді. Оның бәрін сол жаңағы үлкен мәшинелер жасап жатыр. Фураларымыз бар, динамерлер жаңағы. Қобалар бар. Міне ауылдың әкімінің күнде зыққа басын екеуіне ойбайлаймын, ана бар, ана знақты түзе, аяқты сөйт, мынақ дейді. Сосын аналар разворот жасап, асфальтты қырып жатыр, жаңа обочинаны нетіп келеді. Жаңа сіздер айтасыздар, жамын жолыңызды білесіздер ана. Көп просадка болып келеді да, жаңа жол жерде машина іздері болып, балшық болып жолдың бәрі. Сол болып жатады. Мына осы көктемде буквально военкоматқа төмен түскен кезде детский площадка футбольный поляның алдында бір туп-тупчы переход біздің неміз болған. Көпір кішкентай мини. Соны алып бір үлкен машина езіп, жаңа трубаны езіп кетті. Сол себептен біз мынандай шешім қабылдап жатырмыз. Осы жерде айтып кетейін, пайдаланып. Мына кольцодан бастап кіреміз ғой, кірген кезде мусоровоз өтетіндей соның биіктігімен арка қоямыз. Сосын мына жилмен госпитальдардың заводской, өзің тұрған заводской біз қоямыз. Жигулевкадан кіреміз ғой ана жақтан. Сояқтан арка қоямыз. Потом мына водоканалдың бер жағы зданиясы тұр ғой. Содан бер жағынан арка қоямыз. Да уже анда фура динамер кіргізбейміз онда. Сонда мен ограничение береміз, ровдыға тапсырма береміз, өйткені 2-3 рет жасап, оларды наказ етеміз. Содан кейін мынандай мәселе шықты. Кейбіреулер айтады, біз енді осы ауылдың тұрғынымыз ғой. Мен осы жерде тұрамын, мына техниканы таяққа апарамын дейді. Біз мынандай шешім қабылдадық. Өзіңіз білесіздер, баяғы заманда кірме білесіз, автобаз болды. Қазір автобаздар. Елдің бәрі мәшінелер сөп қойып, ауылда жаяу кететін. Сол автобаздың өзінде мен әкемді шопыр болып істеген. Қазір былай водоканалдың зданиясын біз алғанбыз. Білесіздер, водоканалдың үлкен здания, бұрынғы автобаздың зданиясы. Жетіге жетеді. Қазір әкеп Эленің алдында полицияның бұлтысы тұрды. Соны алып сол водоканалдың қойдық, шлагбаум қойдық, охрана қоямыз. Мына жол жасалып біткен арка қойғанда, егер осы ауылдың тұрғыны болып мәшіне сенікі болатын болса, водоканалға барып стоянкеге под охрану платный негіз, ақылы негізде өткізіп қоясың да, ауылға үйіңе жаяу барасың ба, өз машинамен барасың ба, такси жалдап барасың ба, уже сенің проблема. Ауылға мен кіргізбеймін үлкен машина. Өйткені ол машиналар біздің біріншіден асфальтымызды құртып жатыр, екіншіден знактарымызды құртып жатыр, үшіншіден колодистің бетін құртып жатыр. Сөйтіп біз рет жасап кеткен кезде бір-екі магазинге келген, автобус магазиндерге келді ғой, үлкен фуралар ұзын-ұзын. Солардың хозяиндері келді, менен сұрайды айтады да,
қалай товарымызды әкелу керекпіз. Товарымды кішкентай газельдер бар ғой, 10 газельмен ба, 20 газельмен ба тасып алып кел. Ну, фурамен, динамермен әкелгізбейміз әзірге. Өйткені сіздер құртып жатсыңдар. Айтамын, пожалуйста деймін, келісімшартқа отырайық, сенің фураң асфальт жатса, асфальтты восстановить беремін, знак тұлсам, знақты восстановить беремін, колодезді тұлсам, колодезді восстановить беремін деп, келісімшарт маған қол қойып бересің, міндетті отыр, камераға түсесің, асфальт, знак, колодезді құртарсың, жасап бересің. Жоқ, мен жасай алмаймын. Өйткені біздің бір колодездің бетін жасау 50 мың теңгеге шығады. Бір знагымызда сол 40-50 мың теңгенің айналасында. Светофорымыз вообще кетеді 300-400 мың теңгеге. Сол себептен біз ол мәселелерді кіргізбейміз енді. Саржөкке кіргізгің келіп, өзің мәшеге қойғың келсе, водохранның зданиясы барасың, водохранға бересің, ақылы негізде. Бұларда үйіне жаяу кетесің. А Саржөктің ішінде үлкен мәселелер жүрмейді. Жүреді заводской настройкада ЗИЛ, госпитальларымыз, мусоровозымыз, заводской жаңа сельхоздық КамАЗдар болды, без прицепа. Қалған қазіргі современный динамерлер бар, небір бар, олар кірмейді. Сосын мынау шөп сатып келеді ғой жаңа. Өздеріңіз білесіз, элеваторға шөп сатып жатыр. Олар да кірмейді. Оларда шөп сататын болса, ана Матай базары бар, ана не жақты кіре сол жаққа барсын, сол жерде сатсын. Ауылдың ішінде газдың трубасын іліп кетіп жатыр, айналдырып, қаншама труба құлап жатыр, трубаны жасап жатырмыз, өйтпейді. Мына светофорларды жұлып кетіп жатыр, знактарымызда сол шөптер борттан шығып кетеді, биік, өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Мая шөп шығады да, ол үшін және водителяны көрмейді, слепой зонасында жоғалып кетіп жатыр. Қазіргі кездерде Құдайға шүкір, ауылдың жағдайы жақсарып, мысалы, талай балалар, мына демография, жас балалар көп ауылда біздің. Дұрыс қой. Велосипедпен жүреді қазір, мына современный деген скейттармен жүріп жатыр балалар. Көшеде жүреді қазір, мысалы, спорт комплексқа барады, анда барады, мұнда барады, ана фурға жүріп, даже балалардың өміріне де қауіптеніп отыр. Өйткені ұзын, дәу, көрмей қалады. Айтқанда слепой зонасында тұрып қалады. И сол біріншіден еще балалардың қауіпсіздігі. Қазір балаларымыз Құдайға шүкір велосипедпен бәрі ауылдың үстінде анда мында теуіп жүр ғой. Енді ол жақсы. Бірақ қауіп осылардан төніп отыр. Оларды біз жабамыз, жүргізбейміз. Жолдарымызды жасап кетеміз, арқамызды қоямыз, объездной жолмен түседі. Гаиға дейін звондап, мына осы цементтікпенен кіреді. Біздің өзіміздің водительдердің көбісі КамАЗ ғой. Сол туралы әңгіме болған, міне. Осыдан 2 жыл бұрын есіңізде ме? Көшеміздің бәрін құртатын болды. Мынау не сұмдық деген әңгіме болған. Міне, Руслан Көлбаев бар, роудың бастығы бар, Нұрлан Мұратов. Мен үшеуміз лично рейдқа шыққанбыз сол КамАЗдар бойынша. Мына 101 камерада менің кабинетімде қосылған, мен кабинетімде көріп отырмын, Мұратбек біледі. Қазір кім істеп жүрген камерадан көріп отырмын. Екіншісі роудың ішіне шығып тұр, роуыздан көріп отыр. Қазір енді мына осы неден кейін жолын жасап кеткеннен кейін жестко біз қараймыз да кіргізбейміз олардың бәрін. Мына роузда өткенде 2 күн рет жасап қолады бәрін. Бұл күшті жаңалық болды. Мына переезд бар ғой, городоктың бер жағында. Біз сол жолмен өтеміз де, сол жолымыз болғаннан кейін. Мына цемент заводтың КамАЗы жүреді ғой, айналып постоянно былай. Вообще ана тротуармен жүруге невозможно ғой. Көк күзде и көктемде біз анаумен жүре алмаймыз. Өйткені балшық, мұз болып қатып қалады ана жер. Біз ана немен жүреміз? Машина жүретін жолмен бүйтіп жүреміз. Қорқсақ та машинамен өтер. Абайлап өтеміз. Ол жақты мен алдында WhatsApp-қа да жібергем. Осы жерді жөндеңіздерші деп. Иә. Ылғи цемент заводтың КамАЗ айналып былай қарай жүреді. Күніне 20-30 КамАЗ. Шан болып жүр. Переезді қашан жасайды соның кейін? Переезд екеуі бәле болды. Жаңада мен айтып кеткем, енді өкінішке Саржөктің айтып ғой, былтыр роуда, міне, лично Көлбаев өзі жүріп, участковыйлармен бірге ауылдың әкімі бар, мына кольцодан бастап, аллеяның бойы бар, мына жақ бар, бүткіл магазиндердің бәрін аралап, штрафтарын салған. Биылда жасады. Биылдың өзінде біз Саржөктің өзінде почти 4 миллион теңге штраф салдық, именно осы благоустройство үшін. 4 миллион кетті штраф. Қазір міне тасыма берілген ауылдың әкімі міне роуд участковыймен өткенде айттым. Қазір қайтадан былтырдағындай аралап шығасыңдар да, есік алдында мусор жатады, жаңа айтқан шөп, ештеңе жоқ бар, барып штрафын саламыз. Міне қазір міне уже ырыстың анам, жаңа айтқандай, Әселге өзім айтқам өткенде. Да понедельникке жасайын деді. Тазалап бәрін қоямын. Понедельникті тазаламаса, штраф саламыз. Енді қараңыз, енді ол, енді сіз айтасыз, енді былай ғой. Біз благоустройство бойынша, біз қоғамдық орындарға ағаш егеміз. Міне біз аллея ішінде біз ағаш ектік. Парктың ішіне ағаш ектік. Ал мысалы, жаңағыдай өкіметтен бесплатно алған үйлердің қараңызшы, қаншамасы қандай жағдайда болып тұр.
қорқынышты сыртынан қарасаң, мысалы. Өкіметтер емес, өзі алған үйдің, алған үйдің жағдайын қарасаңыз қорқынышты. Қарама үйлерге. Дұрыс айтасыз. Почва, вода тоже жесткая. Не каждое растение, не каждое дерево приживется. В прошлом году, смотрите, в прошлом году вот мы привели с Алматы именно этих, которые занимаются озеленением, привезли, они взяли пробу почвы, пробу воды взяли, сделали нам экспертизу и дали заключение. Какое растение, какое дерево у нас приживается. И по их заключению мы в прошлом году деревья посадили. 2000 деревьев посадили. И взяли их на обслуживание. Вот, в этом году. Вот с ними тоже надо жазып талап. Енді ол өзі былай қисық, үй салуға да басқа бір дегістер келмейді. Біз мынандай шешім қабылдадық. Қазір баламызды тамырдан емес, дәннен ағаш өткіземіз, жеміс ағаштарын. Сол күреңбелге бақ жасап жатырмыз, жеміс ағаштарын отырғызып, мектептің жоғары жағына. Жақсы. Газға қосу жұмыстар басталып жатыр, финансированияға. Соны бала шағам оқиды, 49 мектебін салқын дейді. Басқа да оны қостырып жатырмыз. Қазір бізде біраз мекемелер. Биыл қосыла ма негізі? Қосылады, бәрі қосылады. Өкіметке істеп тұрған мекемелердің бәрі газға қосылады. Газ бар жерлерде. Мен айтайын деген, мен мына Сарыөзек 9 жылдың тұрағы ғой. Тазалықты қоғамда алға қойып отырмыз. Әр үйде есігінің алдында бір септик. Сол септик канализация орталық бола ма? Соған жауап беріңізші. А то ертеңгісін далаға шықсаң, тағы көше септик сасиды ғой. Одан кейін салынған үйлердің алдындағы септик сасып тұрады. Көшеден өтсеңіз. Сол орталық септик керек, канализация. Құрметті ауылдастар, саламатсыздар ма? Біріншіден, бұл енді жаңа бірнеше сұрақ осы жерде айтылды ғой. Біріншіден мына қоқыс бойынша айтып кететін болсақ, мына қоқысты өздеріңіз білесіздер. Мұратбек автоварисtan жұмыс жасап отыр. Бағана айтылды. Осы кіммен Мұратбекпен бірге біздің мамандар, Мұратбек өтірік айтқызбайтын шығар, 1 ай жарым, 2 айдай ауылын жинап алдық. Бұл кісілердің мамандар бар, біздің мамандарымыз бар. Білесіздер, 3075 берді двор бар. 3075 двор жаңа қоқысқа толырып отыру керек. Бүгінгі күнге қанша болып тұр? 1000. Бүгінгі күнге 8-9 адам істейді. Адамдар үйренген, үйінен жаңа мусорды алаттар лақтыра салады. Ақыл қоғам тазалайды деп. Оны да кішкене қадағалау керек. Бұл жерде өзіміздің әпкелеріміз, қарындастарымыз, інілеріміз жүр. Сол үшін де көп адамдар доғырға отыру керек. Өнегейгі мәселе, жаңа кәріз мәселесін Жантөренович айтып кетті ғой. Алдағы уақытта бұл кезінде Сарыөзек болғанда ауыл мекен аз болды ғой. Қазіргі уақытта енді көп қабат үйлер көтеріліп жатыр, қаншама жаңа микрорайондар ашылып жатыр. Сол үшін де бүгінгі күнге кәріздер каждый үйіне жасап жатыр. Бірақ мына частный домдар кейін салынған каждый дворының ішінде. Ал кейін бұрынғы салынғанда көшеге шығарып тастаған. Ол кісілермен жұмыстар. Жантөренович өзіңіз білесіз ғой. Моншаның артында 4 үйге бардық қой. Барып оларға жаңағы ескертулерін бердік. 2 үй қазір ішқа қарай кіргізіп алды. Осы тағы да осы келешек тағы да рейд жасалатын болады. Тағы да сондай сыртқа ағызған адамдар болатын болса, біз оны бүгінгі күнге общий жаңа септик, жаңа канализация жасалғанша өздерінің орнында болу керек. Парасаттары, пайымдары жетпей ме, мен соны түсінбеймін. Адам деген өзіңнің есігінің алдынан баста, сосын кейін барып біреумен жағаласып айтыс. Соны мәселе қылып айт. Ал енді Сарыөзекте гүлдендіру мәселесіне болса, мысалы мен шалым 1-2 рет паркта жүріп, жұмыс жасап қайтып жүр. Сонда көретін айтады да, кетіп бара жатады дейді. Ана дейді, тыныш тұрған талды жұлып кетеді дейді. Кетіп бара жатады дейді, тұрып тұрған орынды теуіп кетеді дейді. Кетіп бара жатады, анау аспанда ілініп тұрған лампыны аяқпенен тебеді дейді. Сонда немене, ішің пысып бара ма, өліп барасың ба? Барып, ондай ішің пысып өліп бара жатсаң, спорт комплекс бар ғой, соны барып тепкілеп, сөйлерде барып алыспайсыңдар ма? Не деген сұмдық, бала шағаның тәрбиесінің жоқтығы. Мен тек ойлаймын кейде, мұғалімдердің де мына несінің төмен болып кетті ғой, дәрежесі. Өйткені баяғыда мұғалімнен қорқатынбыз. Әуелі қала берді, пол жүрген техничкадан да қорқатынбыз. Шешемізге айтады, анау келеміз. А қазір ешкімнен ешкім қорқпайды, рахат өмір сүріп жатыр. Балалар ойларына келгендерін істейді. Осының бәрі дұрыс емес мәселелер ғой. Осының бәрін
үйде тәрбиелесек, ескіміздің алдында тәрбиелесек дұрыс болар еді. Мен тауға шығамын, ана жотаға, біздің Сарыөзектің жотасына шығамын, ертеңгісін демалыс болсын деп. Аяғыма ауырмасын деп шығамын, өзім үшін шығамын. Сол кезде көрем, сол жотаға апарып тастаған пластмасс бөтелкелер, сол жотаға апарып тастаған, төгіп тастаған мусорлар, сол жотада жатқан, сол жерде демаласыңдар, сол жерге барасыңдар, сол жерде жүресіңдер. Не үшін өйтесіңдер? Халықсыңдар ма, елсіңдер ме, жоқ өздерің жаусыңдар ма? Соны айтқым келеді. Рахмет. Бағанан бері айтып жатсыздар, суды учетчикті қалай қояды сонда? Жеке-жеке үйге қоя ма, жоқ? Общий неге организацияға қоя ма? Жоқ, жеке-жеке үйге қояды. Жарайды. Онан кейінгі сұрағым менің, мына автобустарыңыз бір жүрсе, төртеу бірақ жүреді. Жүрмесе вообще жүрмейді. Неғылды бұзылып қалды, неғылды бірдеңе деп. Сонымен бұл автобустың расписаниясын жөндеп жазып қойсаңыздар, оннан обедке кетеді, ал мен сонан 12-де сағат 3:30-да бірақ шығады. Придется такси жалдавать еді. Такси емес 500 теңге. Таксилерде сұмдық енді, ұят жоқ. Екі, үшінші менің уже 10 жыл болды, үйдің өшіретінде тұрмын. Бұл неге жылжымайтын үй білмеймін. Тас салып тастаған ба? Айтайын десем үшін күйеді, тілім байланады. Айтамыз, үй деген өшіреткен. Жасалып жүрген ара жүреді. Қазіргі таңда мына ЖК бөлімінен ұдайы түрде монитор жүргізіліп жатыр. Енді оны қолымызға келсе реттеп жатырмыз. Мына көбінесе мына переездбен болып қалады проблема. Жауып қалған кезде тұрып қалады. Кей кезде өзіміз білсе переездде 15-20 минутқа үшін тұрып қаламыз. Көрдіңіз ғой? Сол себептен кішкене автобус саябырлап жатыр. Бұзылып қалады арасында. Кетеді бәрі, сұмдық енді. Бірақ жүріп жатыр. 2 автобус, 3 автобус оңай түрде жүріп жатыр. Жоқ, обедтері қалай? 10-нан обедке кетеді, 12-де. Обедке кеткен жоқ онда жерде. Бірақ сол жаңағы переезд болады, басқа болады, сонымен тұрып қалады. Обед болады. Ал енді мына сума. Енді жаңа сіздер айтасыздар, 2 компанияға келдіңіздер. Енді біз сол 2 компанияны шақырып, жаңағы салыстырып, оны понятно болды. Оны солай жасайтын болды, алла қаласа. Ал енді мына екінші жаңағы сіз асфальт жайында айтып енді мына үлкен центральный көшелерге ғана емес, мына кішігірім көшелерге де кішігірім асфальттар төселсе деп айтамын. Біз жаңа мына ескі бұрынғы бұзылып кеткен нефтебазаның білесіздер барлықтарыңызды. Уже жаңағы соғыс туралы кино түсіретін жер болды, біздің тұрып жатқан аймағымыз. Сіздер жаңа көргенсіз білесіз, ол жақта болғансыз. Ескі нефтебаза жақта, Асқар Оңғарұлдар біледі ол жақта, бәрі біледі ғой шәкірттің. Енді сол жердің жаңағы көшесінде жаңағы кішігірім асфальт төселсе деп көшенің атынан айтып тұрмын. Ол жерде де біраз адамдар тұрады ғой, тұрмайды емес. Одан кейін жаңағы сол жерлерде жаңағы ескі үйлер, адам тұрмайтын үйлер бар. Ол үйлердің ішінде енді әзірше айтпай-ақ қояйын, енді фотосы жібер десе, фотоға ертең жіберіп салып жіберейін, көрінген су ғой біздің жеріміз. Ішінде жаңағы ұсақ-түйек мусорлармен қоспағанда тірі жәндіктер жатыр. Оны әрине оны көзбен көрген жоқпыз, кім тастап, кім қойып жатқандарын. Ол жерден өтудің өзі невозможно. Кейбір кездерде ол жерде жаңағы алқаш аграшетін адамдар да жүреді сол жерлерде. Ол жер айтамыз. Мына жағы бар, мына орталар бар, түн ішінде шығуға невозможно. Ол сол үйдің иесін кезінде жаңағы бұрынғы әкім иесін тауып, жаңағы Асқар Оңғарұлы бар, жаңағы тауып. Отбасы банкіне кетті, біз бермейміз. Біз үй саламыз да, отбасы банкті өсіп береміз. Отбасы банк өзі үй бөледі. Ол шаңырақ кезет деген сайт арқылы көрсеңіз болады, тұрсыз ба тұрған жоқсыз ба. Үй беретін кезде 14-14-тен сообщение келеді, сол сообщение арқылы отбасы банкке барасыздар. Біз үй бөлмейміз. Ал енді жаңа сіз айтқандай асфальт БК-ның Сарыөзек ауылына келесі 2 көше қойып отырмыз асфальт салуға. Біреуісі жаңа 49 мектептің айналасы, екіншісі мына райбольница бар ғой сол жаққа. Келесі сол жақтардың жоспар бойынша сол жақтардың көшелерін жасауға кірісеміз. Ал жаңа сіз айтқан ескі үйлер бар. Асқар Оңғарұлы 38 үйді сен қайтардыңыз. Жаңа былай ғой, ескі үйлер былай. Азаматтық кодекстің 202 бабына сәйкес иесіз мүлік болып саналады. Жаңа сіз айтқандай иесі бар, бірақ үйді қарамай қирап кетсе, ол да сол иесіз мүлік деп
категориясы попадает, біз оны учетқа қоямыз. Ескілік деп юстицияға 1 жыл тұрады, 1 жылдан кейін ауылдың әкімі сотқа беріп, ауылдың әкімі болды, ол біздің юрист акиматтың сотқа беріп, сот арқылы қайтарады. Біз биыл уже 17-18 бесқозды үй болып тіркелді. Соны жаңа айтылды, 38 үйдің жаңағы через сот өтіп, біздің әкімшілікке өтті де, содан кейін үй салып жатырмыз. Алдағы уақытта да осындай жұмыстар жүргізетін болады. Бұл енді Жантөре өзіңіз білесіз, мына ауылдың келбетін келтіру. Мына Масанов көшесінде де, Қабанбай Батыр көшесінде де үйлер салынып жатыр. Алдағы уақытта осы жұмыстар жүреді. Сол үшін де қазір жаңа Зайчан апа қайда тұрсыз? Сіз айтып кеттіңіз ғой жаңа нефтебазының қасындағы үйлерді. Оны үйді анықтадым. Ол бұрынғы бізде істеп кеткен Ержан деген бар ғой, Молдахметов Ержан. Сол кісінің үйі болып анықталды. Ол кісіге айтылды, егер де алдағы уақытта егер оны тазаламайтын болса, бесқозға қоямыз да біз ол үйлерді аламыз. Ол үйлерге адамдар тұрмайды, өзіңіз білесіз, ол жақтан бәрі сервис. Сіздің үйдің арт жағында. Нефтебазының өзін бесқозға қойып жатырмыз ба? Иә, нефтебазының өзін бесқозға қойдық. Елеватордың өзі қазір бесқозда тұр, мына ең мына орталықты жаңа сәнін құртып тұрған. Сол үшін де ондай жаңағындай жұмыстар жүреді. Егер де біз қазір мына үйлердің жаңа құлап тұрған үйлердің бәрін бесқозға Қара бойында жүр. Ертең кәдімгісі қарауға қалым жоқ. Жағдай нашар тұр. Мына жақсы білемін. Мен қалай тұрақтым. Иә, үйлердің бәрі сондай. Иә, біреудің қақпасынан шығамын, біреудің қақпасынан кіремін. Машина көмір алсам, машина шығып қалады. Сол көмір, батып барады ғой, чопырларда қашады, апаты кіре алмаймын. Ой, енді қарағым түсірден үйге жазылдым, енді менің сүйегім келгенде береді. 400 бірден келеді. Ол ертең мен өлгенде беремін, Құдай береді. Иә, соны жазып қойдық қой, Құдай береді қашан береді. Бірақ машинелер қашып, маған қиын. Біреудің қақпасынан шығады, ол жүрсе маған ұрса, сен неге жүресің? Сонда мен қайдан шығуым керек? Апа, ана сіз сөз білесіз. Бағам берен айтып жатсыздар ғой, мына Сарыөзекте аудан орталығынан кейін бірінші көтерілген мәселе ол ауызсудың енді оң шешімі табылып қалған сияқты. Тағы бір көтерілген мәселе жаңа апамыз айтқандай қатысы бар. Өткен жиналыста Жантөре өзіңіз айттыңыз. Мына теміржол өткелі бересіз ғой орысша. Соны жаңағы сол мәселені көпір бойынша жолдақ дедіңіз. Соның қандай жауабы бар? Жоқ, мен өткен жиналыста былай айттым. Біз пока канализацияның ақшасын алмай, көпірді бірақ біз Сарыөзектің білесіздер бас жоспарын жасағанбыз. Генплан дейді ғой. Генпланды жасағанбыз, генпланға ол жерге көпір боты кіргізіп қойдық. Қазірде мына жаңа Аскарон қалайды, элеваторды біз бесқозға қойдық. Сот арқылы элеватордың жерін үкіметке қайтарамыз. Запрет қоямыз. Каспиат резидентарғаны болып, аналарға болмайды дедіңіз, иә, баста? Фураларға, автоликтерге жаңағы газельмен тасып алдым деп отырсыз. Ал енді мына сұраққа жауап беріңізші. Мына семестроводтың машиналары бәрібір кіріп көмір тиеп алып шығады. Оғалай болады сонда. Семестроводтың нелері қобалары аналардың ауыр, шыны керек. Өзінің таза салмағы 19-тан 600 қобалар. Үстіне жаңа не тиеді, көмір тиеді. Сонда оларға запрет жоқ сонда? Өйткені түбек жоқ сыртта. Ішіне алып шығады. Жаңа айттым ғой, ана магазинді хозяиндарына бәрін айттым деп. Келісімшартқа бізге отырасыздар соглашение. Рұқсатын болсындар жасайсыңдар деп. Алатсымен біз өткенде уже мына 55 пен 65 шақырып беріп алып алтын емел. Уже доғыр отырып қойдық. Егер асфальтты құртатын болса, ол өз есебін жасайды. Мынаны біз жасаймыз. Алатсымен доғыр отырамыз. Алатсем келіп тұр. Егер жаңа темір жолды құртатын болса, жолды құртатын болса, Алатсем өз есебінен бізге ремонт жасап беріп тұрады. Қазір біз жасап алғаннан кейін. Келісімге келдік. Ана магазиндерді айтып, мен оларға предлагать еттім мен. Келісім, мен жүрмесін фураларын деймін да, бірақ доғыр отырасың. Егер құртып кетсе, знақты, жолды, басқан құртса, сен жасайсың десем, жоқ мен онда бармаймын. Бармасаң, онда газельмен тасы деді. Аласың айтыр, жасауы жоқ, мен жасап беремін. Келісім шартқа отырып, жолды жасап бер, доғырға береміз. Ол сол момент жасайды. 10 күннің ішінде обязательство алады, 10 күн ішінде жол құрған жолды жасап бер. Сондай келісіммен. Асхат біледі. Күнде ананы бір біресе кіргізіп кетеді. Біресе ана төбесіндегі тасын тоже жерге кіргізіп кетті. Тура соның қасында тұрады. Қақпақты қайта сылдырып кетеді сол камаздар. Біресе ана оның үстіне тас қойып қойғанбыз. Енді тас таптап өтпей шығады. Сөйтсе ол тасты жерге кіргізіп жүреді. Енді сол үшін ана нені жаңағы грузовой мәселелерді кіргізбейміз.